Гиперкалиемия бұл сіздің дәрігеріңіз айтқан термин болуы мүмкін. Бұл сіздің денеңіздегі калийдің жоғары деңгейін білдіретін медициналық термин. Біздердің ешқайсымыз гиперкалиемия немесе калийдің жоғары деңгейін дамытпаймыз. Егер біз калийге бай диетаны үлкен мөлшерде қабылдамасақ, калий денеде өте жақсы реттеледі және дене артық калийді шығарып тастайды, егер денеде артық болса. Алайда кейбір жағдайларда, мысалы, егер сізде әлсіз бүйрек бар бала болса, немесе қан қысымын төмендететін дәрілерді қабылдап жатсаңыз, бұл дәрілер, әсіресе сусызданған кезде, калийдің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайларда сіз гиперкалиемия деп аталатын жағдайды дамыта аласыз. Көп жағдайда гиперкалиемия ешқандай белгілерді көрсетпеуі мүмкін, тек бұлшық ет әлсіздігі, шаншу, ұйып қалу сияқты белгілерді, ал шектен тыс жағдайларда есінен тану шабуылдарына және жүрек тоқтауына әкелуі мүмкін. Гиперкалиемияны белгілерге сүйене отырып анықтау қиын. Гиперкалиемияға тән нақты белгі жоқ. Алайда бұл жағдайда, мысалы, бүйрек ауруы, кейбір дәрілер немесе қан қысымы және сіздің сусыздануыңыз сияқты жағдайларда күдіктенуге болады. Осындай жағдайларда дәрігер калийдің жоғарылауына күдіктеніп, оны тексеруі мүмкін. Сондықтан тіпті кішігірім белгілермен де гиперкалиемия болуы мүмкін, және кез келген күмән туындаса, оны әрқашан тексеру керек, себебі ол өмірге қауіпті болуы мүмкін.